Мен Ерболат Еркеталов мектеп Бөбежай кешенінің 3-ші сынып оқушысымын. Мен бос уақытымда таза ауада кітап оқығанды, сурет салғанды және ең сүйікті ісімнің бірі үй гүлдерін өсіргенді жақсы көремін. Аудандық гүл тайм байқауының гүлдер номинациясы бойынша өз жұмысымды ұсынамын. Бүгін мен сіздерге бөлме өсімдігі қалыңқоя гүлі туралы айтатын боламын. Қалыңқой немесе қалыңқоя жасаншық тұқымдасына жататын көп жылдық жасы гүлдейтін шөптесін өсімдік. Өсімдіктің енді қасиеттеріне байланысты оны халық арасында дәрігер өмір гүлі деп те атайды. Оның енді қасиетімен бірге ауа тазару қасиеті де өте жоғары. Ол ауадағы зиянды микробтарды жоюмен бірге антивирустық пәрмені бар өсімдік. Таралған аймақтары оңтүстік Африканың, оңтүстік Американың тропиктік аудандары, оңтүстік Шығыс Азия мен Қытай мен Ивия аралдары 200-ге жуық түрі белгілі. Ал оның 30-ға жуық түрі мен сұрпы үй жағдайында өсіріліп келе өсімдіктің жапырақтары түріне қарай жалпақ етті. Жиектері ирек болып келеді. Гүлдері қоңырау себет тәріздес, ұзындығы 30 см, сұлбаққа жоғарыланған дұрыс. Күтім жасалса жыл бойы гүлдейді. Қалыңқоя шырының көзге құлаққа қабыну үндерісінде мұрынға тұмау, кенсірікпен ауырғанда тамызған жөн. Бұл дәрі дермек созылмалы аурулар, танзилит, орта құлақтың қабынуына да көмектеседі. Қалыңқоя гүлі шырынды өсімдік, сондықтан оны күтіп ұстау өте оңай. Қалыңқоя гүліне күтім жасау үшін мыналарды ескеру қажет. Ол аз суаруды қажет ететін өсімдік. Жартылай көлеңке жерде өседі.